Қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде сату техникаларымен сабақ болады. 9-шы күнгі сабаққа қош келдіңіздер. Жайғасып отырыңыз. Сіз дәл қазір нені сатқыңыз келеді? Бәлкім сауда. Екіншісі үйіңізді сатқыңыз келеді. Үшіншісі көлігіңізді сатқыңыз келеді. Төртіншісі дүкеніңізді сатқыңыз келеді. Яғни бүгінгі сабақ тек қана сату. Сату бұл біздің өміріміздегі ең қажетті бөлімдердің бірі. Біз әрбір ғаламшардағы дүниелерді сатып алу және сату деген техникамен өмір сүреміз. Егер сіз осы сату деген сөздің мағынасын дұрыстап түсінетін болсаңыз, бұл бірінші с, сәтті, алу, т, табыс, у, ұзақ. Сәтті алу, табыс, ұзақ. Бұл не деген сөз? Сіз әрбір өніміңіздің, үйіңізді, немесе асханаңызды, кез келген дүниені сату деген кезде тек қана сәтті деген ұғымды миыңызға апаруыңыз керек. Алу. Сатқан адам дүниесін тек қана сатып қана қоймай, алады. Яғни бұл не? Ақша деген сөз. Ал адам сәтті, ақшасын алғаннан кейін ол не болады? Бұл табыс. Табыс сізге ұзақ мерзімге болады. Яғни бұл жүйе сат жүйесімен орнығады. Бұл сат дегеніміз сәтті табыстап алып, табысты ұзақ мерзімге өзінің өміріне алып келеді. Бірінші, қай дүниені сатсаңыз да осы бір ұғымды миыңызға жеткізесіз. Сонда ми, мына біздің өмірімізге өте бағалы қажетті ұғым екен ғой. Ендеше біз осының сәтті сатылу үшін ғаламға тапсырма берейік. Ал сол ғаламдағы тапсырманы қабылдап алғаннан кейін, мәселен, арай үшін өте көп клиенттерді жіберейік. Арай үшін өте көп клиенттерден жақсы пікірлер берейік. Яғни сіз тек қана сатуды қолға алған сәттен бастап, ойыңызды өзгерткеннен бастап, сіздің өміріңізде сатуға байланысты, сіздің өніміңізді алуға ниетті жандар пайда бола бастайды. Оны біз ғалам деп айтамыз. Яғни біз білмейміз, ол қалай болып жатқан, бірақ сіз ең бірінші маңыздысы, ең бірінші қадам ойыңыздағы сату деген ұғымды түсіну. Нені сатқыңыз келеді? Менің оқушыларымның ішіндегі ең керемет бір техника бар. Сату техникасындағы бұл сіздің не сатсаңызда да рахмет хатын жазу. Ең бірінші техника осы. Мысалы, мен осы рахмет хатын жазып, мен өзім біздің Астана қаласындағы қиын сатылатын дүниемізді сатты. Рахмет техникасының арқасында. Егер сіз үйіңізді сатқыңыз келетін болса, ол үйді тек қана сіздің сату деген ойыңыз жарамсыз, ол үйде тұратын адамдардың барлығы рахмет айту керек. Мәселен, менің бір клиентім болды, үйін енді өте керемет бағада қойды, барлық қызығады, бәрі сатып алғысы келеді, бірақ сатылмай жатыр. Содан кейін арайын мен бүкіл техникаларыңызды жасадым, неге бірақ сатылмай жатыр едім. Сосын келіңізші екеуміз бір жұмыс жасайық жекелей деп екеуміз бірге жекелей жұмыс жасадық. Дәл сол кезде ол кісі мойындады, арай, білесің бе, бұл үйді мен негізі сатқым келмейді екен. Себебі бұл үйді алатын кезде мен қатты қиналып алдым, және бұл үй мен үшін өте қымбат. Сол үшін мына үйді сатқым келмейді деген маған пікірін білдірді. Сондықтан сіздер не сатқыңыз келсе де, бірінші сұрап алыңыз, мен бұны сатқым келе ме? Әрине, үй, тауар сатуға байланысты емес, тауарды бәрі сатқысы келеді. Әсіресе үлкен қомақты үйді, көлікті сататын кезде, дүкен сататын кезде, міндетті түрде өздеріңізден сұрап алыңыздар. Мен бұл үйді шынымен сатқым келе ме? Менің осы үйде тұратын адамдарым бұны сатқысы келе ме? Біз бәріміз алғыс хат айтайық, сол кезде бұл сатылады екен ғой деген бір өздеріңіздің бойларыңызда осы бір сұрақты үнемі айтып жүріңіздер. Егер сіздер пәтерлерді сатқыңыз келетін болса, асхана, үй, жалпы жылжымайтын мүлікті сатуда қалайтын болсаңыздар, рахмет хатын жазасыздар, және де бүкіл сол үйге тиесілі, мүлікке тиесілі адамдардың барлығы ризашылық, рахмет, босату техникасын жасайсыздар. Және жазған хаттарыңызды жыртып тастайсыздар. Енді мынау тауар сату.
тауардың ішінде өнім, иә. Шай сатасыз, кофе сатасыз, бет май сатасыз, киім сатасыз, ыдыс аяқ сатасыз. Бәрі, иә, бәрі. Оған сіз 3-6-9 техникасын жасайсыздар. Енді 3-6-9 техникасы бұл Америкадағы саудагерлердің ең қатты жасайтын техникасы. Яғни сіз мысалы бүгін саттым демейсіздер. Мәселен, бүгін сізде кіріс қанша болғанын қалайсыз. Мәселен, сізге бүгінгі кірісіңіз 3 мың юан, 5 мың юан болғанын қарасаңыз, бүгін маған 3 мың юан ақша келді. Бүгін маған 3 мың юан ақша келді. Бүгін маған 3 мың юан ақша келді. 2-3 рет жазасыздар. Екіншісі, бөлді, 3 рет болды, енді 6 рет жазады. Мен ақшаға жабысқақпын. Яғни жабысып қалу, е? Мен ақшаға жабысқақпын. Ақшаға жабысқақпын. Мен ақшаға жабысқақпын. Мен ақшаға жабысқақпын. 1, 2, 3, 4. Мен ақшаға жабысқақпын. Мен ақшаға жабысқақпын. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6 рет. Енді үшінші техникасы тура бүгін маған 3 мың юан ақша келді деп, дәл соны 9 рет жазасыз. Бүгін маған 3 мың юан ақша келді. Бүгін маған 3 мың юан ақша келді. Бүгін маған 3 мың юан ақша келді. Яғни 9 рет. Техниканы сіздер егер саудаларыңыз тез жүрмей жататын болатын болса, негізі бұны әдетке айналдырсаңыз да болады. Мәселен, біз тіс жуатын кезде ойланбаймыз ғой. Ой, мен тісімді жуым керек еді демейміз. Барамыз, жуамыз. Себебі ол біздің өміріміздің әдетімізге айналған. Таңертең тұрған кезде ой, мен дәретке отыруымыз керек дейміз. Дәретке отырғыңыз келіп тұр, сіз барасыз, дәретке отырасыз. Таңертең тұрған кезде бетіңізді жумай жұмысқа кетіп қалмайсыз. Себебі бетіңізді жуып, сіз жұмысқа кетесіз. Себебі ол сіздің бала күніңізден сізге қалыптасқан әдет. Дәл солай, бұл жазуды да сіз өзіңіздің өміріңізге әдетке айналдырсаңыз болады. Қарап тұрсаңыз, бір ұзап кететін болса, 1-ақ минут уақыт алып. Бұны мен күнде жазам ба, бұны мен қашан жазамын демей, тек қана әдетке күнде осыны аппақ парақты толтырып алып алыңыз, жазасыз, жыртып тастайсыз, кетесіз. Бүгін күніңізді жақсылап тұрып өткелесіз. Енді жалпы бұл тауар сатуға, яғни сіздерге жылжымайтын мүлікте ең қатты жұмыс жасайтын, рахмет айту хаты. Ал енді тауарларға осы техника өте керемет.